Құрметті Нұр Қазақстан Умра тобы, Алла Тағала зияраттарымызды қабыл етсін. Мынау тұрған Құранның подставкасы, иә? Оны Бәбу Мәкка деп атайды. Мекке қаласының қақпасы дейді. Құран. Яғни бұл Меккеге келетқанын түсіну керек. Ол Құран түскен елге келе жатыр. Сол үшін осыны арнайы орнатқан. Бұл идеяның авторы біздің бабамыз Нәзір Төреқұлов деген атамыз. 1926 жыл Сауд Арабиясына ең бірінші Совет үкіметінің елшісі өкілі болып келеді. Корольмен Әли Соғот пен Абдылғазиз өте жақсы қарым-қатынаста болады. Сол әрі Құран жаттаған, арабша да, түрікше де, орысша да жақсы білген сауатты бабамыз. Сол бабамыз корольге айтады: мынау Меккеге келатқандан түсіну керек. Құран түскен елге келе жатыр. Осындай Құранның астынан өту керек деп. Осы идеяны берген авторы осы Нәзір Төреқұлов атамыз. Мына 1979 жылы Нәзір Төреқұловтың идеясы бойынша осы Бәбу Мәкке салынды. Нәзір Төреқұлов атамыз 1937 жылы Сталин шақырып алып, аттырып жібереді. Сол Нәзір Төреқұлов атылғанын естіген кезде король бірден Абдылғазиз Әли Соғот Совет үкіметімен бірден дипломатиялық қатынастың бәрін жояды, керек емес. Менің досымды атқан мемлекет менімен дос емес дейді. Қара, бір ғана адамның мүддесі үшін дипломатиялық қарым-қатынастың бәрін жояды. 38 жыл Сауд Арабиясынан мұнай шығады. Сол кезде Совет үкіметі өкінеді, біз не істедік деп. Қайтадан елші жібермекші болады, бұлар қабылдамай қояды. Содан 89 жылға шейін Совет үкіметімен ешқандай дипломатиялық қарым-қатынас бұл мемлекетте болмаған. Бір ғана Нәзір Төреқұлов атамыздың мүддесі үшін король осындай шешім қабылдаған. Міне, бір дұға қояйық. Нәзір Төреқұлов атамыз, ол Түркістан тумасы, руы Қоңырат. Бір дұға қояйық: я Раббым Аллах, Нәзір Төреқұлов атамыздың жаны жәннатта болуын нәсіп ет. Я Алла, зияраттарымызды бір өзің қабыл ет. Алла, зиярат қабыл болсын, қажылар.